Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Мен Балапан сәбилер бақшасының логопед мұғалімі Алия Ақтанбайқызы. Бүгін баланың сөйлеу тілін дамыту туралы қысқаша кеңес бергім келеді. Баланың тілі дұрыс және анық шығу үшін ата-ананың рөлі өте маңызды. Ең алдымен баламен күнделікті көбірек сөйлесіңіздер. Үйде қарапайым әңгіме айтып, сұрақ қойып, баланың жауап беруіне мүмкіндік жасаңыздар. Телефон мен теледидарды ұзақ қарау сөйлеу дамуын баяулату мүмкін. Сондықтан тірі қатынасқа көбірек көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Сонымен қатар кітап оқу, ертегі айту, сурет бойынша әңгіме құрастыру тіл дамытуға жақсы әсер етеді. Бала кей дыбыстарды дұрыс айтпаса, ұрыспай, сабыр мен дұрыс нұсқасын қайталап көрсеткен жөн. Ұсақ моториканы дамыту да сөйлеуге көмектеседі. Мысалы, ермек сазбен ойнау, сурет салу, моншақ түзу сияқты жұмыстар пайдалы. Егер бала белгілі бір жаста сөйлемесе, сөздері түсініксіз болса, немесе дыбыстарды айта алмаса, уақыт өткізбей маманға қаралған дұрыс. Ерте басталған жұмыс жақсы нәтиже береді. Баланың әр жетістігін мақтап, қолдау көрсету оның өзіне деген сенімін арттырады.